Міне, құлаған ағашы, қураған бұтасы, құрғап қалған тақтасы. Бұл шаһар шетіндегі қалың біткен Қараталдар алқабы, қаланың қос өкпесі болады деген жердің болмай қалған бүгінгі көрінісі осындай. 100 гектардан астам алқаптағы орман қурап қалған. Бұл жер қазір жасыл белдеуден гөрі қоқыс тастайтын алаңға көбірек ұқсайды. Жасыл желек суарылатын құбыр көптен бері суалып тұр. Эколог Рауф Сәбитов жасыл белдеу жобасы жүйесіз іске асырылып жатыр деп есептейді. Там все это посохло. Бұл жерде жасыл белдеу жобасы туралы айтудың өзі ұят. Жылда егеді, солады, бітті. Неге себебін анықтап сараптама жасамайды? Облыс қала билігі ағаш отырғызуға келгенде ақшаны желге шашумен айналысып жүр. Әкімдік көктемде 32 гектар жерге 42 мыңға жуық тал еккен, оған 22 миллион теңге жұмсалды. Мамандар зауытқа жақын аумақта ағаштың қурап қалуы қалыпты жағдай деп есептейді. Жамбыл ауданына қарайды. Сіздерге қарамайды. Бізге қарамайды ол. Біз еккенбіз, бірақ біз оны күтіп баптап ұстаймыз. Неге қазір күтіп бапталмаған, қурап қалған? Енді өз жерде өзіңіз білесіз, мынау вегетационный период дейді ғой. Қурап кеткен еккен жерлер, біз олардың бәрін қайтып жаңадан егетін боламыз. Жасыл белдеудің жол жиегіндегі бөлігі металлургия зауытына қарайды. Әкімдік талдың қурауын сол зауыттан, ал өндіріс ошағы маңайда гипс шығаратын басқа бір зауыттан көреді. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат, жаңалықтар қызметі.